Сен киелі деген сөзді бұрында естіген боларсың. Мүмкін сол сөз мектепте оқыған бір-екі әңгімеде кездескен шығар. Көптеген адамдар бұл сөзді ерекше қасиетті және мінсіз деп түсінеді. Сонымен Құдай киелі, себебі ол мінсіз. Иә, мұндайда мағынасы бар. Бірақ киелі кітаптағы киелілік ұғымы одан да ауқымды әрі бай болып келеді. Шынымен ол Құдайдың бүкіл әлемді жаратқан құдірет иесі екенін білдіреді. Жалғыз ол ғана осы тамаша сұлулық пен тіршілікке толы әлемді жаратқан құдірет иесі. Осы қасиеттердің бәрі Құдайды бірегей етеді. Киелі сөзінің мағынасы осы. Құдайдың киелігін түсіну үшін күнді мысалға алайық. Біздің күн жүйеміздің ішіндегі күн бірегей әрі аса қуатты. Күн жер шарындағы ғажайып тіршіліктің қайнар көзі. Сондықтан күнді киелі деп те сипаттауға болар еді. Осы салыстыруды одан ары кеңейтіп, күннің айналасындағы аймақты да киелі деуге болар еді. Иә, себебі күнге жақындаған сайын оның әсері де күшейе түседі. Иә, дәл солай. Ал күннің тіршілікке күш беретін қуаты мен игі әсері қауіпті де бола алады екен. Яғни, егер күнге тым жақын келсең, ол сені жойып жібереді. Сол сияқты, Құдайдың киелігінде де сондай ғажайып жайт бар. Егер бойыңда арамдық болса, Құдайдың алдына келу сен үшін қауіп туғызар еді. Ал бұл киеліліктің жаман болғанынан емес, керісінше жақсы болғанынан. Біз Құдайдың киелігіндегі осы ғажайып жайтты алғаш рет Мұсаның жанып тұрған бұтаға жақындаған оқиғасынан көре аламыз. Құдай Мұсаға, аяқ киіміңді шеш, сен басып тұрған осы жер киелі деді. Мұса қорқып, бетін жауып алды. Сонда Құдай оған мұнда жақындама деп ескертті. Оның әсері өте күшті. Расында, Құдайдың Израильдің арасында мекендегенін көрсеткен киелі үй туралы сипаттамаларда, оның киелігінің күшті әсері бұдан да анық көрінеді. Киелі үйдің ортасында ең қасиетті бөлме деп аталған орын бар болатын. Ол Құдайдың сол жерде екендігін көрсететін орталық еді. Сен киелі үйдің айналасындағы аймақта тұрып жатқан израильдік болсаң да, немесе киелі үйде жұмыс істеп жүрген діни қызметкер болсаң да, бәрібір киелі Құдайға жақын жүрсін деген сөз. Ал бұл қауіпті. Иә, бұл қиын мәселе. Енді оны қалай шешуге болады? Киелі кітапта ұсынылатын шешім мынадай. Сен таза болуың керек. Бұл не? Адамгершілік жағынан таза болу ма? Иә, мұны түсіну оңай. Бірақ киелі кітапта тазалықтың басқа түрі, яғни рухани таза болу туралы көп жазылған. Бұл үшін сен өліммен байланысы бар кез келген нәрседен, мысалы алапеспен ауырған адамнан, өлі денеден және тіпті адам денесінен шығатын белгілі бір сұйықтықтардан да аулақ жүруге тиіссің. Бұлардың бәрі сені арамдайды. Ал егер бірдеңеден арамдалсаң, соның өзі сөзсіз күнә дегенді білдірмейді. Алайда арамдалған күйіңде қалай болса солай Құдайдың алдына барсаң, бұл дұрыс емес. Сол себепті Құдай израильдіктерге адамның қай кезде арамдалғанын және оның қайтадан тазару үшін не істеу керектігінің бәрін анық көрсететін нұсқаулар берді. Таураттағы леуліктер жазбасында осы туралы айтылған ғой. Дұрыс, бірақ бұл тақырып осымен тоқтап қалмайды. Киелілік тақырыбы әрі қарай дами береді. Киелі кітаптың кейінірек жазылған бір бөлімінде Ишая есімді пайғамбар жазған өте қызық әңгіме бар. Онда Ишая ғажайып көрініс көрді. Ол киелі үйде дәл Құдайдың алдында тұр екен. Оның тұла бойын үрей биледі. Иә, ол ережелерді білді ғой. Оған сол жерге кіруге мүлде болмайтын еді. Ишая, енді құритын болдым деп уайымдады. Бірақ сол кезде Сераф деген бір ғажайып періште пайда болды. Иә, ол шынымен бір ғажайып тұлға. Әбден. Бұл періште көсеумен көмір шоғын алып ұшып келді де, шоқты Ишаяның аузына тигізіп, мынадай қызық сөздерді айтты. Сен әділетсіз істеріңнен арылып, күнәңнің арамдығынан тазардың. Демек, бұл қызған шоқ Ишаяны қандай да бір жолмен тазартқан. Иә, бұл ғажап, өйткені әдетте арамдалған нәрсеге тиіп кетсең, соның арамдығы саған жұғады. Бірақ мұнда жаңа бір ой бар. Осы шоқ өте киелі де таза нәрсе. Шоқ Ишаяға тигенде оған өзінің тазалығын берді. Құдайдың киелігі Ишаяны құртып жібермеді, қайта оны өзгертті. Мұның нәтижелері өте үлкен деп ойлаймын. Ал енді осы тақырып жайлы тағы бір даму орын алды. Ол Езекиел атты басқа пайғамбармен байланысты. Езекиел де бір көрініс көрді. Ол киелі үйдің алдында тұрып, одан судың ағып шыққанын байқады. Осы су жылғаға айналды. Содан кейін ол терең өзен болып, шөл дала арқылы ақты.
оның ізінен жасыл ағаштар бой көтерді. Соңында өзен өлі теңізге барып құйып, оны тұщы қылып тірі теңізге айналдырды. Демек, осында адамның алдымен тазарып, содан кейін ғана киелі үйге кіруінің орнына, енді Құдайдың киелігі киелі үйден шығады да, елді тазартып, қайтадан өмір сыйлайды. Мұның бәрі нені білдіреді? Біз Мәсіх Иса атты адаммен кездеспейінше, бұны біле алмаймыз. Мәсіх осы ежелгі көріністерді іске асыратыны жөнінде айтты, әрі мұны таңғаларлық жаңа жолдармен істеді. Мәсіх елді аралап, арандалған адамдарға, алапеспен ауырғандарға, қансыраған әйелге, тіпті өлілерге қолын тигізді. Мәсіх оларға қолын тигізгенде, олардың арамдығы оған жұғуы тиіс еді, бірақ керісінше болды. Мәсіхтің тазалығы оларға беріліп, тіпті денелерін сауықтырды. Мәсіх Ишаяның көрінісіндегі сол бір қызған шоққа ұқсайды. Иә, Мәсіх өзінің Құдайдың киелігінің адам бойындағы көрініс екені, әрі өзінің және барлық ізбасарларының енді Құдайдың киелі үйі болып табылатыны туралы айтты. Олар арқылы киелі Құдайдың өзі осы дүниеге барып, өмір, сауығу және үміт әкелетін болды. Сол себепті Мәсіх өзінің жолмен жүрушілердің жүрегінен өмір беретін судың тасқындап ағатыны туралы айтты. Демек, әңгіменің бізге қатысты бөлігі осы, бірақ оның бұдан әрі қарай апаратын бағыты қандай? Інжіл шарифтің соңғы беттерінен Құдайдың киелілігін көрсететін ақырғы көріністі табамыз. Бұл туралы Жохан есімді елші жазып қалдырған. Осы көріністе біз күллі әлемнің толығымен жаңарып, бүкіл дүниенің Құдайдың киелі үйіне айналғанын көреміз. Мұнда Езекиел көрген өзен де бар. Ол Құдайдың алдынан ағып шығып, бүкіл жаратылысты басып өтеді. Сөйтіп оны барлық арамдықтан арылтып, бәрін тірілтіп, өмірге қайтарады.